Қайырлы күн. Бүгін жылдан Python сабақтарында біз print функциясымен және де қарапайым математикалық өрнектермен танысатын боламыз. Ең алдымен бізде Pythonда үйренетін функциямыз бұл print. Print бізде мәліметтерді экранға басып шығаруға мүмкіндік беретін функция. Мысалы, мына жерде бір текст жазайын. Мәліметті шығару. Запуск басатын болсақ, міне астында мәліметті шығару деген біздің мәтініміз шығады. Мәтінді басып шығару үшін бізде print функциясының ішінде тырнақшаға алып мәтінімізді жазу керек болады. Ал енді математикалық өрнектерге келетін болсақ, print функциясы арқылы біз қарапайым амалдарды орындай аламыз. Мысалға, математикада қарапайым қосу амалы және де азайту амалдары. Және де бізде print функциясы арқылы бір мезетте тек қана бір информацияны шығару емес, бірнеше өрнекті есептерді жүргізуге болады. Мысалға, үтір арқылы мен келесі бір өрнегін жазсам, 4 көбейту 12 деп. Запуск басқан кезде бірінші өрнегіміз 8 қосу 9, 17 шығарады. 81 бұл 95 азайту 14. Және де бізде үтір print ішінде қосымша бір пробелді, бос орынды генерировать етіп шығарады. Мысалға, 81 бос орын 48 бұл. Pythonда бөлу амалының 3 түрлі қолдануы бар. Бірінші, мысалға, 37 бөлінген 3 деп қарапайым бәрімізге түсінікті. Бұл бөлу. Одан кейін 37 бөлу деп 2 слэш қоямыз. Ал үшіншісі бұл 37% белгісі және 3. Бұл үшеуі де бізде бөлу амалдарын орындайды. Бірақ айырмашылықтары неде? Бірінші тұрған бір слэш бұл қарапайым калькулятордағы бөлу, 37 бөлу 3 бұл 12,3 периодта кете береді. Ал екінші тұрған 2 таяқша қою арқылы бөлу амалын біз орындайтын болсақ, бұл бөлу нәтижесінің тек қана бүтін бөлігін қабылдайтын болады. Яғни 37-ні 3-ке бөлгенде бүтін бөлігі 12 болады. Ал үшінші тұрған процент символы бұл пайызға ешқандай қатысы жоқ. Бұл бөлу амалы, бірақ нәтижесінде бізге 37-ні 3-ке бөлгендегі қалдықты қалдырады. 37-ні 3-ке бөлетін болсақ, әрине бір қалдық. Көбісінің осы тұста шатасатыны бұл 12 бүтін ар жағында 3 периодта қалған, мынау үтірден кейінгі 3. Бұл қалдық емес. Бұл математикада бөлшек деп аталады. Ал қалдық дегеніміз бұл 1. Бұл қалайша десеңіздер, мысалға 37 алманы 3 оқушыға бөліп беретін болсақ, әр оқушыға 12 алмадан тиеді. Сонымен 3 оқушыға 36 алма жаратылады да, бір алма бізде қалдық болып қалады. Қалдық деген осы. Ал мына артында тұрған бұл бөлшек бөлімі. Және де математикалық амалдарда тағы да бізде print, мысалға 4 көбейту 3 деген өрнек бар. Бұл жерде көбейту символы 2 рет қойылса, Pythonда бұл дәрежені білдіретін болады. Бұл дегеніміз 4-тің 3 дәрежесі, яғни 4-тің кубы. Бұл әрине бізде 64-ті береді. Мына жерде бүкіл мәліметтер бізде жазылған print функцияларына сәйкес. Ең алғашында айтып өткендей, print функциясының ішінде жазылған информацияны тырнақшаға алатын болсақ, ол текст ретінде қабылданып, қалай бар, сол күйінде шығатын болады. Мысалға, мен қазір тырнақшаның ішіне алып, 4-тің көбейту 8-ге, азайту 12-ге дейтін болсам, бұл 4 көбейту 8, 32, азайту 12, 20 деген жауапқа алып келер еді, бірақ тырнақшада тұрғандықтан бұл қалай бар, сол күйінде шығатын болады. Бұл яғни текст күйінде